Бар пәрменімізше суыт жүріп отырып, доктор Левсидің үйінің қасына кеп, бірақ тоқтадық. Есік алды тастай қараңғы. Мистер Данс маған аттан түсіп, есікті қақ деп әмір етті. Мені аттан оңай түссін деп, Доггер үзеңгісін тосты. Есікті дүрсілдетіп соққаныма, қызметші әйел шықты. «Доктор Левси үйде ме екен?» деп сұрадым мен. «Жоқ», деді әйел. «Түс ауа үйге келуін келген. Тамағын ішкесін бүгінгі кешті Сквайрмен бірге өткізем» деп усадьбаға кетті. «Ендеше біз де сонда кеттік», деді мистер Данс. «Усадьба жақын екен. Мен атқа мініп те жатпадым. Доггердің үзеңгісінен ұстап, жанамалап жүгіріп отырдым. Парктың қақпасы да кейінде қалды. Жапырағы түсіп, жалаңаштанып қалған ұзын аллея, жан-жағын ескі бақ қоршаған, алыстан ай сәулесімен ағарып көрініп тұрған Сквайр үйіне алып келді. Мистер Данс аттан секіріп түсіп, мені үйге қарай ертіп әкетті. Бізді күттірген жоқ, үйге бірден кіргізіп алды. Қызметші бізді кілем төселген ұзын дәлізбен ертіп әкеліп, қожайынның кабинетіне кіргізді. Кабинеттің қабырғалары иін тірескен кітап шкаптарынан көрінбейді екен. Әр шкаптың үстіне бюст қойылған. Сквайр мен доктор Левси лаулап жанған оттың қасында темекі тартып отыр. Мен бұрын мұндай жақын келіп Сквайрды көрмеген едім. Толық бойшаң, саяхатта көп жүріп, күн жел қағып, өңі тотыққан, беті қалың, түсі суық кісі екен. Қап-қара, қастары дәйім қимылдап тұрады. Ашушаң, тәкаппар болғанымен, дәу де болса, жалпы қайырымды сияқты. «Мистер Данс, кіріңіз, қайырлы кеш», деді ол менменсіңкіріп сөйлегенімен, бір жағынан жайдарлық та көрсетіп жатыр. «Қайырлы кеш, Данс», деді доктор да басын изеп. «Достым Джим, қайырлы кеш. Сіздерді мұнда қаңбақтай домалатып, қандай дауыл әкеліп тықты?» Баж мекемесінің бақылаушысы, яғни мистер Данс, екі қолын денесіне жабыстыра қалып, тік тұрып, бейне бір жаттап алған сабағын қайталағандай, бастан кешкендеріміздің бәрін түгел айтып шықты. Екі джентльмен мұның әңгімесі тұсында бір-біріне қайта-қайта қарап, қатты таң қалысты. Соншалық зейін қойып тыңдаған олар, тіпті шегіп отырған темекілерін де ұмытып кетті. Ал енді түн ішінде менің анамның тракторға қайтып баруға батылы жеткенін естігенде, доктор Левси өз санын өзі шарт еткізіп соғып кеп жіберді. «Сквайр, жарайсың», деп айқайлап, тіпті қолындағы ұзынша темекісін каминнің торына соғып, сындырып алғанын да сезбей қалды. «Мистер Трелони, естеріңізде шығар, Сквайрдың аты осылай еді ғой». Бір кезде отырған креслосынан да тұрып кетті. Енді бөлме ішінде ерсілі-қарсылы жүрді. Доктор жақсылап естиін дегендей, басындағы опаланған ақ паригін жұлып тастапты. Енді жалаңбас отыр. Оның қысқа қидырған шашын париксіз көрудің өзі бір түрлі ерсі екен. «Мистер Данс», әзер дегенде әңгімесін аяқтады әйтеуір. «Мистер Данс», деді Сквайр, «сіз өте инабатты адам көрінесіз. Ал енді анау барып тұрған зымиянды, қанішерді құртқаныңыз үлкен ерлік. Ондайларды тарақан құрлы көрмей, таптап тастау қажет. Көріп тұрмын, Хокинсте олқы жігіт болмай шықты. Хокинс, ана бір қоңырауды соғып жіберші, мистер Дансқа сыра әкеліп берсін». «Сонымен Джим олардың іздеген нәрсесі енді сенде ме?» деп сұрады доктор. «Мінекей», деп докторға кленкаға оралған буманы ұстаттым. Доктор оны аударып төңкеріп мұқият қарап шықты. Дәуде болса тезірек ашып көргісі кеп, әзер шыдай отыр. Бірақ өзін-өзі тежеп, буманы жайбарақат қалтасына салды. «Сквайр, Данс қызмет адамы ғой, сырасын ішкесін, жұмысына барсын», деді ол. «Ал Джим Хокинс біздің үйде қонады. Рақым етсеңіз, кешкі тамақ орнына мен оған салқын паштет әкелдірейін», деп едім. «Әрине, рақым етіңіз, Левси», деді Сквайр. «Бүгінгі ерлігі үшін Хокинске одан да зорырақ қошемет көрсетсек артық емес». Алдыма кішкентай столдардың бірін әкеліп қойып, көп етіп кептер паштетін ұсынды. Бұралқы иттей қарным ашып, әзер шыдап отыр едім. Тойып алдым. Сол екі арада тағы да талай мақтау сөз естіген Данс жұмысына кетті. «Ал, Сквайр», деді доктор. «Ал, доктор», деді Сквайр. «Қабаттаса сөйледік-ау.
деп доктор Левси күліп жіберді. Сіз әлгі Флинт туралы бұрын естіп пе едіңіз? Естіп пе едіңіз дейді. Флинт туралы естіп пе едіңіз дейсіз ғой, иә? Деп Сквайр даусын көтере сөйледі. Айтсам бұрынғылары бар, қазіргісі бар. Не заманғы теңіз қарақшыларының ішіндегі ең қанішері сол Флинт. Флинттің қасында анау қарасақал дегендеріңіз жазықсыз нәресте. Испандардың Флинттен зәрелері қалмай қорқатынын көргенде, сэр, сізге шынымды айтайын. Мен тіпті оның ағылшын екендігін де мақтан етемін. Бірде Тринидад маңында алыстан оның желкендерін көргенім де бар. Бірақ капитанымыз су жүрек сорлы екен. Кемемізді бірден Порт оф Спейнге қарай кейін бұрып әкетті, деді Сквайр. Ол туралы осында Англияда да талай естігенмін, деді доктор. Бірақ соның ақшасы болып па екен өзі? Мәселе сонда. Ақшасы болып па екен дейді, деп айқайлап жіберді Сквайр. Жаңа Данстың әңгімесін өзіңіз де естіген жоқсыз ба? Ол залымдар ақшадан басқа не іздеуші еді? Ақшадан басқаны не қылсын олар? Олар ақшадан басқа еш нәрсеге де бастарын тікпейді. Бастарын не үшін тіккендері кешікпей-ақ анықталар, деді доктор. Сіз қызуланып кісіге сөз бермейсіз ғой. Флинт қазынасын қайда жасырды? Мына менің қалтамдағы, меніңше соны ашуға көмектесетін кілт. Тек сол қазына көп пе екен? Көп пе екен дейді, деп Сквайр тағы да айқайлап жіберді. Сэр, ендеше тыңдаңыз. Егер мына біздің қолымызға түскен, шынында да сол сіз айтып отырған кілт болып шықса бар ғой, онда мен қазірден бастап Бристольге аттанам да мына деген кеме сатып алам. Менімен бірге сіз барасыз, Хокинс барады. Тіпті жыл бойы іздесем де сол қазынаны таппай қоймаспын. Өте жақсы, деді доктор. Олай болса, егер Джим қарсы болмаса, буманы ашамын, көрейік ішіндегісін. Осыны айтып, ол буманы қалтасынан шығарып, алдына стол үстіне қойды. Бума жіппен мықтап тігілген екен. Доктор өзінің құрал-сайман салған жәшігінен хирургиялық қайшысын алып, буманың жібін қиып-қиып жіберді. Ішінде екі нәрсе бар екен. Бір дәптер және аузы жабық конверт. Алдымен дәптерді көрейік, деді доктор. Ал маған мейірлене қарап қасына шақырды. Әлгінде тамақ ішкен жерімде отыр едім. Буманың сырын бірге ашпақ болып орнымнан тұрдым. Доктор дәптер беттерін бір-бірлеп аударып көре бастады. Сквайр екеуміз иығының үстінен ентелей төніп тұрмыз. Дәптердің бірінші беті толған жан түсініксіз түрлі шатпақтар екен. Біреу іші пысып отырып еріккеннен бе, әлде қаламының ұшын байқап көргісі келгеннен бе, әйтеуір ирек-ирек етіп сыза беріпті. Осы бірінші беттен көзіме түскені, өткенде капитанның иығынан өзіміз көрген арманыңа жет, Билли Бонс, деп шабақталып жазылған жазу, және сол сияқты мистер Бонс штурман. Жетті ғой ром ішкенің. Палмки маңында ол тиісті сазайын тартты, дегенде жазулар бар. Тек бұл емес, көбінесе жалғыз сөзден ғана тұратын түсініксіз бірдемелер де кездесті. Әлгі тиісті сазайын тартқан кім болды екен? Сазайын қалай тартқызды екен? Мені қызықтырып тұрған осылар. Қақ жауырыннан пышақ сұқты ма екен? Бұл беттерден бірдеңе түсіну қиын екен, деді доктор Левси. Дәптердің келесі 10 шақты беті бухгалтерлік есеп-қисап сияқты бірдемелер болып шықты. Әрбір жолдың бас жағында уақыт мерзімі көрсетілгенде, аяқ жағында ақшаның жиынтық сомасы көрсетілген. Ал осы екі жазудың аралығына түрлі түсініктеме цифрлар келтірудің орнына әр жаңа жолдан әр бөлек айқыш-ұйқыш қосу белгісі қойылған. 1745 жылғы 12 шілде күні жазылған жолда 70 стерлинг фунты көрсетілген. Ал бұл соманың қайдан шыққаны жайлы түсініктеменің орнына бар болғаны 6 қосу белгісі қойылған. Бірақ анда-санда жердің аты көрсетіліп отырған. Мысалы, Каракас маңында деген жазу бар. Немесе 62-ші бойлық, 17-ші ендік, 19-ші бойлық, 2-ші ендік деп ендік пен бойлық көрсетілген. Түк түсінсем бұйырмасын, деді доктор Левси. Түсінбейтін ештемесі де жоқ, бәрі де айдан анық, деді Сквайр. Бұл анау сұмпайы төбеттің кіріс кітабы. Суға батырылған кемелер мен тоналған қалалардың аттарын жазбай крест қойып отырған. Цифрмен көрсеткені ортақ олжадан өзіне тиісті үлесі. Кейін ұмытып қалам ба деп күдіктенген тұсында аз-кем түсініктеме жазып отырған.
Каракас маңында дегені осындай түсініктеме. Яғни бір бақытсыз кеме Каракас маңында тоналған деген сөз. Бейшара теңізшілер әлдеқашан су астында шіріп те біткен шығар. Дәл таптыңыз, қанша дегенмен саяхатшының аты саяхатшы ғой, деді доктор. Дәл таптыңыз, міне шені өскен сайын үлесі де өсіп отырған. Осы жазулардан басқа бұл дәптерде көңіл бөлерлік ештеме жоқ болып шықты. Тек кейбір таза беттеріне жер аттары жазылып және ағылшын, испан, француз теңгелерін күнделікті алыс-беріс ақшаға аударатын кесте бар екен. Мұқият адам екен, деді доктор. Оны есептен жаңылдыра алмассың. Енді мұнда не бар екен, соны көрейік, деді Сквайр. Конверт бірнеше жерінен мөрленіп жабылыпты. Мөр орнына басқаны оймақ. Сірә әлгінде капитанның жан қалтасынан тауып алған оймақ болса керек. Доктор аспай-саспай конвертті сындырып ашып еді. Ішінен бір аралдың ендік бойлығы, жағаға жақын жерлердің тереңдігі, дөң төбелерінің шығанақ мүйістерінің аттары түгел жазылған географиялық карта шықты. Картадан әлгі беймәлім аралды оп-оңай іздеп тауып, еш қауіп күдіксіз-ақ зәкір тастауға не керек болса, соның бәрі де көрсетіліпті. Аралдың ұзындығы 9, ені 5 миль екен. Кеуде тұсын әнтек көтеріп, шалқалай қарап тұрған семіз айдақарға ұқсайды. Біздің көзімізге аралдың орта тұсында Қарауыл дүрбі деген аты бар төбе шалынды. Картада кейінгі кезде жасалған көптеген қосымша белгілер де баршылық екен. Басқаларынан гөрі ерекше, оқшауланып көзге түсіп тұрғаны қызыл сиямен жасалған 3 крес. Екеуі аралдың солтүстік жағына, біреуі оңтүстік батысына түсіріліпті. Осы соңғы крестің қасына дәл жаңағы қызыл сиямен. Қазынаның басты бөлігі осы арада деп ұсақ, бірақ ап-анық етіліп жазылған жазу бар. Капитанның шимай шатпағына еш ұқсамайды. Картаның сыртқы жақ бетіне де жаңағы бөтен кісінің қолымен түсініктемелер жазылыпты. Олар мынадай: Қарауыл дүрбісінің иініне бөлеп тұрған биік ағаш, солтүстік шығыстан солтүстікке қарай бағыт. Канка аралы шығыс, оңтүстік және шығысқа қарай 10 фунт. Құйма күміс кесектері солтүстіктегі шұңқырда, оны шығыс жақ төбенің бөктерінен қара құздан 10 сажын түстікке қарай жүріп, маңдай алдыңды құзға қаратып тұрсаң, сол жерден табасың. Қару-жарақтарды табу қиын емес. Солтүстік мүйістің солтүстік шетіндегі құм төбеде жатыр. Бетіңді шығысқа және ширек румб солтүстікке қарай ұста. Міне осы. Бұл жазуларды мен мүлдем түсіне алғаным жоқ. Бірақ тым шолақ жазылғанына қарамастан, бұл жазулар Сквайр мен доктор Левсиді қатты қуантты. Левси, деді Сквайр, сіз осы бір жалақысы түкке тұрғысыз дәрігерлік жұмысыңызды тастасаңыз қайтеді? Мен ертең-ақ Бристольге жүргелі жатырмын. Сэр, 3 апта өтпей жатып-ақ, жоқ, 2 апта, біздің бүкіл Англияда кездеспейтін ең жақсы кемеміз және ең таңдаулы командамыз болады. Хокинс те бізбен юнга болып бірге шығады. Хокинс сенің кереметте юнга шығуы тиіс. Ал сіз, Левси, кеменің дәрігері боласыз. Адмирал менмін. Редруд, Джонс, Хантер үшеуін өзімізбен бірге әкетеміз. Арқа тұстан сәтті соққан сәйгүлік жел дегенше ақ бізді әлгі аралға дік еткізеді. Бір жетіп алған соң тығылған қазынаны іздеп табу қиын болып па? Ал енді содан кейін өмірімізде ақ ақша дегеніңіз ішіп жейміз бе, тіпті сол ақшаға шомыламыз ба, әлде уыстап суға лақтырамыз ба, бәріне де жететін болады. Треллони, сізбен бірге жүремін, деді доктор. Джим де, мен де сіздің сеніміңізді ақтаймыз деп кепілдік бере аламын. Бірақ менің сенім көрсете алмайтын бір адамым бар. Ол кім? Айтсаңызшы маған ол иттің атын, деді Сквайр. Ол сізсіз, деп жауап қатты доктор. Өйткені сіздің аузыңызға ие бола алмайтын бір әдетіңіз бар. Бұл қағаздар жайын білетін біз ғана емеспіз ғой. Бүгін кеште трактирді ойрандап кеткен ана қарақшылар. Өзіңіз де білесіз, жүрек жұтқан батыл адамдар. Ал кемеде қалғандарын қайда қоясыз? Осы маңда олардан басқа да талайлары табылатынына мен кепіл. Солардың бәрі де осы қазынаны қолға түсіруге барын салып-ақ бағады. Сондықтан біз әбден теңізге шығып, жүріп кеткенге дейін жалғыз жарым жүрмеуге тиіспіз. Мен Джиммен бірге осында қала тұрамын.
Сіз Джонс пен Хантерді алып Бристольге барыңыз. Ал ең бастысы картаның бізде екені жайында ешқайсымыздың тісімізден шықпайтын болсын. Левси, айтқандарыңыздың еш қатесі жоқ, деді Сквайр. Енді жұмған аузымды ашпаспын.